Астағфираллахи-алғим. Неге олай айтып жатсың, Ра? Ода тұрған не бар екен? Мен тек қана жаңбыр жауып кетті дедім ғой. Ал не? Үйтіп айтуға болмайды ма? Жаңбыр ол Алланың рахметі мен берекесінің белгісі, және нұрының жауғаны. Сондықтан олай деме. Мен көріп тұрған жаңбырдың жаратушысы екен ғой ол. Және жаңбыр кезінде дұға жасаған өте жақсы амал. Жаңбыр кезінде оқылатын дұға есіңде ме? Iya. Allahumma saidan nafi'an. О Алла, осы жауып жатқан жаңбырдың берекесін бере көр. Дұрыс айтасың. Біз Алладан берекелі жаңбырды сұраймыз, селді жаудыруды емес. Сен бір сәтке елестеп көрші. Егер жаңбыр жаумаса не болар еді? Өзендер құрғап кетеді. Өсімдіктер жоқ болып кетеді, ал біз аштан өлер едік. Құранда жаңбыр туралы көп сүрелер бар. Ол жерде айтылады, жаңбырдың қандай қасиеттері бар, жаратылыстарға қандай пайдасын тиетінінің бәрі сол туралы айтылады. Машалла. Рарана, я Алла, кешіре көр. Мен енді білемін не үшін жаңбыр жауатын. Ол өсімдіктерді өсіреді. Біз олардың жемістерін жейміз. Солай ғой, иә? Нұса, Рара, ойнағыларың келсе, сыртқа шығып ойнасаңдар болады. Бірақ ұзаққа кетіп қалмаңдар. Сіз рұқсат беріп жатсыз ба? Рара, кеттік. Аллақай! Алла желдерді жіберіп, бұлттарды қозғайды. Одан соң оны өз қалауы бойынша кеңістікке жаяды. Бытырақты түйдектерге бөледі. Сонда олардың арасында жаңбыр жауып тұрғанын көресің. Алла жаңбырды қалаған пенделеріне жаудырған кезде олар бірден шаттыққа бөленеді. Құран, Рум сүресі 48-ші аят.